Баршаңызға қайырлы күн, достар. Мен бүгін сіздерге тәуелсіздікке арналған брошка мен бабочканың үшінші ең оңай жолын көрсетпекпін. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, мені қолдап қойыңыздар. Бізге қажетті заттар сары түсті фетр және осындай оюдың эскизі, қайшы, ручка, әртүрлі стразалар, көк түсті болу жемшік қажет болады. Ең алдымен сары түсті фетрімізді аламыз. Оған оюдың ручкамен бастырамыз. Міне бастырып алдық. Енді қайшының көмегімен жақсылап қиып алатын боламыз. Міне қиып дайындап алдық. Енді ыстық клей арқылы үлкен стразасынан бастап жабыстыратын боламыз. Енді көк түсті полу жемшікті жабыстыратын боламыз. Өзіңіз қалағандай етіп жабыстырсаңыз болады. Дәл осы оюды керісінше істесеңіз болады. Көк түсті ою, сары түсті полу жемшік қылып жасасаңыз болады. Бұл түстер бізде көк туымыздың түстерін білдіреді. Міне осылай стразасын жабыстырып шықтық. Енді тереу үшін кішкене сары фетрді қиып алып, тереуішінің ортасынан өткізіп, мойынға тағатын жерінің артқы жағына жабыстыратын боламыз. Міне біздің брошкамыз дайын. Енді ұлдарға арналған бабочканы көрсетейін. Осылай ұзын тік төртбұрыш қылып қиып дайындап аламыз. Ортасынан бүктейміз. Сосын екі жағынан тағы да бүктеп, кішкене қиып алған фетрімізді ортасынан айналдыра, артқы жағынан ыстық клеймен клейлейтін боламыз. Фетр ұзақ жабысатын болғандықтан ұзақ ұстап тұруларыңыз қажет. Ортасына өзімізге қажетті ұзындықта резинканы салып жіберетін боламыз. Міне ыстық клеймен клейлеп ұстап тұратын боламыз. Бергі жағының формасын келтіріп алып, әдемілеу үшін стразаларын жабыстыратын боламыз. Ортасына брошкамен бірдей қылып, үлкен страза жан-жағына көк полу жемшігімізді жабыстыратын боламыз. Осылай әр жерден ұл балаларға моншақтың көп қажеті жоқ, сондықтан аз-аздан жабыстыратын боламыз. Немесе көк түсті тесма жүргізіп тастасаңыздар болады. Міне бізде осындай әдемі бабочка дайын болды. Осылай өздеріңіз қолдан жасап алсаңыздар болады, немесе заказға жасап сатсаңыздар болады. Эскиз қажет болса, маған WhatsApp нөміріме жазыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.